сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Адам ата туралы аңыз. Алла тағала күллі ғаламды, әлемді 6 күнде жаратты. Онда адам баласы мен жан-жануарлар, құстар мен балықтар, түрлі жәндіктер өмір сүру үшін бар қажетті нәрселерді пайда қылды. Сондай-ақ күн мен жұлдыздарды, жер мен айды жаратушы ием белгілі бір тәртіппен өзінің, яғни Алланың ықтиярында қозғалысқа келтірді. Сонан соң періштелерді де жаратты. Олар Раббин, жаратушы Алланы мадақтады, оған құлшылық етті, бар ыждағатымен сәждеге бас ұрды. Онан әрі Алла тағала байтақ жерді мекен тұтуға адам атаны және оның ұрпақтарын жаратуды ойлады. Ол періштелеріне олардан басқа адамзатты жарататындығын, әрі оларға байтақ жерге еңбек етіп, тіршілік етуге, өсімдіктермен қоректеніп, жер асты байлықтарын ашып, игіліктенуге, сол арада өсіп-өніп, ұрпақ жаюға дәрмен қуат беретіндігін айтты. Періштелерді Алла тағала жаратты, оларға рахым шапағат нәсіп етті, олар Аллаға сыйынды, құлшылық етті. Алланың адамзатты жаратпақшы болғанын естіген соң періштелерде уайым пайда болды. Олар міндетімізді орындамағандықтан немесе арамыздан әлдекім Алла тағаланың тілегіне қайшы келгендіктен осылай болған шығар деп қауіптенді де, табанда Алланың алдына барып былай деді: өзіңізді ұлықтап, мадақ айтушы біз тұрғанда, жер жүзіне басқа біреуді жаратып, ие етуіңіз қалай? Олар қалай да билікке, мүддеге таласып, күнәға батып, бірін-бірі қырады, қан төгіс жасайды. Ұлықтығыңызға шек келтірмей құлшылық етуші біз ғанамыз. Олар осыны айтқанда өз уайымдарынан арылу мақсатын көздеді. Байтақ жерде өсіп-өнуге Алладан ықылас алсақ деп те дәмеленді. Өйткені олар Алланың шапағатына алғаш бөленгендер, Алланың құдіретінде әбден білетіндер еді. Олар Алланың еркін терістемек, Алланың парасатына шүбәланбақ емес еді. Адам атаны және оның ұрпақтарын даттамақ та емес еді. Себебі олар Алланың әмірін бұра тартпайтын. Алла тағала олардың көңілін күпті еткен сұрауларына жауап берді. Көңілдерін жайландырып, уайымнан айықтырды. Алла тағала былай деді: шынында, мұны білмейтіндерің маған мәлім. Мұрагер ретінде оларды таңдауымның байыбына бара алмайтындықтарының да маған айын. Адамды жаратамын, жер жүзінің мұрагері көңілімдегідей болмағы керек. Қазірше ғайып саналатын істі сендерге көрсетемін. Жаратып жан бітіргеннен кейін оған жүгініп тағзым етіп бас иесіңдер. Алла тағала балшықтан адам ата, сапиолланы жасады. Оған Алла тағала өзінің демінен демірледі, яғни жан берді. Сонымен ол тіршілік тынысына кәдімгі адам болды. Адам атаға жүгіну жайында Алла тағала періштелерге әмір берді. Олар Алланың әмірі бойынша адам атаға ізетпен келіп бәйек болып бас иді. Бірақ Ибіліс Алланың әміріне бағынбады, қасарысып, әспенсіді. Адам атаға тағзым етуден бас тартты. Бұл қылық Аллаға шек келтіру еді. Алла тағала Ибілістің тағзым жасаудан бас тартып, жаратушының әміріне қарсы келуінің себебін сұрады. Өз құдіретіммен жаратқан адамға ізет, ілтипат жасауыңа не нәрсе бөгет болды? Менсіген паңбысың, әлде әсілінде ізгі ұлы жанбысың? Ибіліс: мен өзім адамнан әлде қайда зерделімін деп дау айтты. Мәртебе жағынан менімен шендесе алатын, нәсіл жағынан маған теңгеле алатын жан жоқ деп күпінді. Онан қалай да артықпын деді ол. Мені өзің оттан жараттың, ал оны балшықтан жасап отырсың. Ибіліс әшкере азғындыққа басып, Алланың әмірін елең құрлы көрмеді. Алла тағала өз құдіретімен жаратқан адамға ол тағзым етпек түгіл, көз қырында салмай, Аллаға күпірлік келтірді. Алла тағала Ибілістің азғындығына орай оған жаза берді. Бұл арадан қараңды батыр деді: сендей қуаландыға қарғыс, нәлет қамыты қиямет қайымға дейін сенен алынбасын.